Әлемдегі жылжымайтын мүліктің қолжетімді бағасын білу үшін интернет ақтардық, газет журнал қарадық, жұрттан сұрастырдық. Тапқанымыз мынау. Еуропада Болгарияның астанасы Софияның қақ ортасынан 2 бөлмелі пәтерді $70,000 сатып алуға болады. Ал Ұлыбританияның Брэдфорд қаласынан асықпай іздеген жанға $45,000 жап-жаңа үй табылады. Испанияның Торревьеке шаһарында терезесі теңізге қарайтын хауыз автотұрағы бар. Іші сырты апталып күттелген 2 бөлмелі пәтер құны 66,000 көк қағаз екен. Ал осы жылдың наурыз айында Астанада үйдің әр шаршы метрі $1,600 құрапты. Еуропаға көшеміз бе? Қайтеміз. Қазақстандағы баспана бағасын Мақпал Мадиярова бағамдайды. Шамалап айтсақ, еліміздің 66%, яғни 400 мыңға жуық отбасы баспанасыз деген дерек бар. Алайда елімізде үй салынбай жатқан жоқ. Аспанмен тірескен мынадай биік үйлер сіресіп тұр. Алайда үміттеніп барасыз, бағасын естейсіз, сосын көңіліңіз су сепкендей басылады. Басылмағанда қайтсын, тұрғын үйлердің ең орташа бағасы мынада екен. Мәселен, жаңа тұрғын үйдегі пәтердің шаршы метрі 178 мың теңге. Көпқабаттағы үйдегі ескі пәтердікі 138 мың. Көпқабатты емес үйдегі ескі пәтердікі 81 мың. Элиталы тұрғын үйдегі ескі пәтердікі 160 мың теңге. Екінші, бірінші класс деген ол элиталық үйлер, ол қымбат болса, қымбат бола берсін, оларға қалтасы жаңағы кеңдерге арналған үйлер ғой. Ал енді 3-ші, 4-ші класстағы үйлердің шаршы метрінің $1,5 мың асып жығылуы, ол әрине ақылға сыймайтын нәрсе. Ақылға сыймайтын бағалар әрине еліміздің ірі мегаполисі Алматыда, сосын Астанада. Алматыда қара жердің бір сотығы 13,468 көк қағаз, ал пәтердің бір шаршы метрінің орташа бағасы $1,981. Ал елордада жер сатып алу үшін әр сотығына $6,235 төлейсіз. Сонымен баға неге аспандап тұр? Нарық енді бізде бір орында тұрмайды. Бізде ноу-хау бар қазір тілде айтсақ. Жаңа құрылыс материалдары болады, кейбіреулер болады қымбаттау, кейбіреулер арзандау болады. Бірақ оны бәрін қолданамыз. Құрылысшыларға айтып жатыр, травертин деген материал істеу керек. Я тастан, я ол әдемі, жақсы, кішкене қымбаттау. Құрылыста пайдаланатын құрылыс материалдары, олардың бәрі бүгінгі күні импорт алып келеді, шетелден алып келеді. 90%. Ол доллармен сатып алынатын болғандықтан бізде ол бағасы өте қымбат. Қымбатшылыққа ұрындырып тұрған құрылыс материалдарының 90-95%-ы 2020 жылға қарай өзімізде шығарылады деген жоспар бар. Ал экономист Жангелді Шымшықов, ол арман жүзеге асқанша жер мәселесінде шеше берсек, баспаналы болу жеңілдер еді дейді. Жер мәселесі шешілсе, онда мемлекет инфрақұрылымдарын жасап беретін болса, әркім өзі үй салуға кіріссе, онда мүлдем арзан болар еді. Өйткені қазір мына 2 деңгейдегі коттедждердің өзін сол әрі кеткенде $35-40 мың салып жатқан адамдарды білеміз. Мәселен, 3 баланың әкесі Аманат Тоқабаев Астана жұртшылығына жақсы таныс атақты Ильинкадан жер алған. 10 құрылысшыға $1,5 миллион теңгесін ұстатқан, олар 10-15 күнде мына үйдің іргесін қалап, қабырғасын көтеріп, шатырын жауып, іші сыртының қарасылаған жүргізіп берген. Құм тасын бәрін қосқанда жалпы шығын $4 миллион теңге болды дейді отағасы. Гипсокартонымыз жаңағы бір листісі 1200 теңге. Сондайын алып отырмыз. Жаңа кірпіш келсеңіз, енді біреуі 150 теңге, 100 теңгеден жаңа кірпіштер облицовочный, сондай тұрады. Жаңағы пеноблочный кірпішіңіз, жаңағы бір кубы 20 мың, 18 мың экатон жақсы кірпіші. Енді бір 4 миллион жұмсап толық бітіріп, шағын отбасына арналған шағын ғана үйдің қоныс тойын тойлаймын деп отыр Аманат. Міне, экономистің айтып отырғаны да осы. Жердің жайы шешілсе, қаншама жан айлығының 90%-ын пәтерге төлеп, қалған тиын тебеніне бейшара күн кешпес еді. Санға сенсек, 1,3 миллион адам жер алу үшін кезекте тұр екен. Дәл бүгінгі таңда бізде 2,14 миллион пәтер, 2,16 миллион жер үй бар. Әлі 28 миллион шаршы метр тұрғын үй керек. Бұл түйткілді шешу үшін 2012 жылы қолжетімді баспана 20-20 бағдарламасы құрылғанды. Сол бағдарлама негізінде республиканың кез келген азаматы баспаналы бола алады деген соң ба, ондағы кезекте ұзын сонар. Бағдарлама басталған кезде 140 мыңнан аспайтын бүкіл республика бойынша. Бағдарлама іске қосылғаннан кейін жаңағы халықтың көзі жетті, жаңағы
қаржы бөліне бастады, үйлер салына бастады. Мысалы, бұл бағыт бойынша 2 есе, 2,5 есе қаржыландыру көбейді. Соған байланысты міне қазір сол кезек дейміз ғой, бүкіл республика бойынша қазір 255 мыңға жетті. Өңірлердің дамуына жауапты мекеменің өкілі былтыр 58.429 тұрғын үй тапсырылды. Биыл тағы да 6.009.000 шаршы метр баспана саламыз деп үміттендірді. Қолжетімді баспана 20-20-ның бір бағыты жалға берілетін баспана. Оны жүзеге асыратын операторлардың бірі Қазақстан тұрғын үй құрылыс корпорациясы. Бұл акционерлік қоғам 2014 жылдың бірінші жарты жылдығындағы еліміздің 3 аймағында 13 тұрғын үй нысанын тапсырмақ. Біздің салып атқан үйлердің 3-4 категория бойынша. Және қолжетімді болу үшін біздің шектеу бар. Орташа есеппен 1 шаршы метр 100 мыңнан аспайды. Тиімді болатын олардың 15 жыл бойынша арендалы түрде тұрып, сосын ол жеке меншікке өтеді ол үй баспана. Баспаналы болуға үміт беретін тағы бір оператор тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Былтыр 8 мыңдай пәтер кілтін тапсырған халыққа. Биыл да 7,5 мыңдай пәтер саламыз деп тасынып отыр. Құрылыс материалдарының құны артқандықтан қолжетімді баспананы олар да қымбаттатпақ. Со 2 апреля были внесены существенные изменения. Сәуірден бастап тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы басында мүлде үй жоқтар, немесе соңғы 5 жылда үйсіз жүргендер ғана баспана сатып ала алады. Сондай-ақ қолжетімді баспана бойынша бағада өзгерістер болады. Өңірлерде салынып жатқан 3-4 кластардағы үйлердің бағасы 10 мың теңгеге қымбаттады. Бағаны көтеріп отырған тағы бір фактор алып сатарлар. 50 мыңға сатып алып, 150 мыңға қайта сатқыш пысықтар көп. Сондай-ақ бізде шетелдегідей құнды қағаздар әзірге құнды болмай тұрғандықтан, табысы жақсылар артық ақшасын алтынға айналдырады. Көбісі жылжымайтын мүлікке салады. Кейбір адамдардың 10 пәтерге дейін үйі бар. Сол үйлерге мемлекет тарапынан бақылау жасалмаған, олар дұрыс тіркелмеген. Көпшілігі өз үйін басқа адамның атына жаздырады. Сосын жалға бергенде сол үшін мемлекетке салық төлемейді. Міне, егерде осыны ретке қоятын болса, онда тұрғын үйлерді өз қажетіңнен артық сатып алу пайдасыз болатын болса, сонда бірден тұрғын үйлердің бағасы төмендеуі мүмкін. 2015 жылға қарай бағаны реттеу орталығын ашу мәселесі күн тәртібіне қойылады деген сыбыс бар. Ол орталық ашылса, құн шығару механизмі қалыптаспақ. Ал оған дейін қымбатшылыққа көніп жүре тұрамыз да, қайтеміз. Оның үстіне сізбен бізді баспанамен қамтамасыз ету үшін мемлекет түрлі бағдарлама қабылдап жатыр. Жыл сайын салынатын үйлердің қатарын көбейтеміз. Құрылыс материалдарын өндіретін отандық кәсіпорындарға қолдау көрсетеміз деп уәде беріп жатыр. Ендеше өз үйім өлең төсегім деп әндетер күн жақын шығар, кім білсін. Мақпал Мадиярова, Мейрамбек Ахмаханов, Бауыржан Сыздықов, 7 күн.